Тағы да бір индикатор бар бізге, который жақсы жұмыс жасап беретін. Ол бізде ол индикатор MI кросс емес, пересечение скользящих средних деп аталады. Қазір іздеп көрейік. Пересечение что-то дұрыс таппай тұр. Пересечение скользящих қосып көрейін. Қазір MI кросс деп те аталады негізі. Яғни егер сіздерде MI кросс деп шығатын болса, осы то есть ағылшын тілінде тұратын болса MI кроссты басасыздар, немесе былай деп жазасыздар: пересечение скользящих средний деп жазасыздар, средний деп. Осылай жазсаңыздар осындай индикатор шығады. Немесе бұның ағылшынша жалпы атауы MI кросс деп аталады. Мінекей. Осыны жұлдызша басып, үстін басып сақтап алсаңыздар болады. Бұл нені береді? Бұл енді қай таймфреймдерде жұмыс жасайды? Бұл бізде 15 минуттық пен 30 минуттық таймфреймде жақсы жұмыс жасайды. 15 минуттық, 30 минуттық таймфреймде жұмыс жасайды. Также бізде мына оранжевый, ол бізде бағаның құлап жатқандығын білдіретін линия. Қызыл свечаның линиясы, жасыл дегеніміз бұл бізде жасыл бағаның өсетіндігін білдіретін свечаның линиясы. Енді бұны 15 минутта негізі четкий жұмыс жасайды деп айта аламын. Өйткені бұл индикатордың өзін біраз адамдар кәдімгідей сатып, не қылып отырады. Атының өзін сатады деген сияқты. 5-10 мыңның төңірегінде. Енді қараңыздар, бұл жерде мынау плюс бергенді күтеміз. Екеуі кездесіп, түйісіп, плюсті егер оранжевый үстіне шығып беретін болса, значит бізде мына жерде чуть-чуть баға құлайды деген, өсет дегенді білдіреді. Мысалы, мына жерде негізі мынау жасыл болып өскенді, одан кейін барып құлаған. Одан кейін қайтадан мына жерде түйіскенді, қараңыздар, сары оранжевый түс астына түскен. Яғни бұл жасыл үстінде болатын болса, оранжевый астында жүретін болса, жасылна плюсіміз біздің оранжевыйдың үстінде берілетін болса, астыға қарай, то есть оранжевыйдың үстінде, жасылдың астында беріліп, осы жерден плюс шықса, осы жерден шортқа кіруге болады деген тоже подтверждение алсақ болады. Енді қараңыздар, мына екеуінің арасы алшақ жүр қазір. Бұлай негізі алшақ болмайды. Либо мынау көтеріледі мына жерге дейін, либо мына жерге дейін түсетінді білдіреді. Осы екеуінің плюс шығарғанын көрсетеміз. Бұл 15 минуттық пен 30 минуттық таймфреймдерде береді. Мысалы, мына жерде қарастыратын болсақ, мына жерде жасылдың астында оранжевый үстіне шықты, көрдіңіздер ма? Бұл жерде оранжевый үстіге шықты деген сөз, значит баға өсті дегенді білдіреді. Оранжевый ол біздегі, мен негіз қате айтып тұрмын, басындағы қате. Оранжевый бізде ол бағаның, егер мына жасылдың үстінде жүретін болса, ол бағаның өсетіндігін білдіреді. Ал егер бұл жасылдың астында жүретін болса, бағаның құлап жатқандығын білдіреді. Мына жерде де негізі бірінші плюсті шортқа бергенде, одан кейін артынан резко екеуі түйісіп, екінші плюс шығып, оранжевый үстіге шыққан, көрдіңіздер ма? Лонг берген. Одан кейін барып мына жерде түйіскенде сары астыға түсіп, шорт берген. Осы жалпы индикаторға да қарап, алдағы уақытта жұмыс жасап подтверждение алсаңыздар болады. Бірақ именно осы индикатор бойынша сіздер сделкаға кіріп кетпеңіздер. Бұл для подтверждения. Мысалы, мына жерден сіз оглашение көріп тұруыңыз мүмкін, немесе СНР зона көріп тұруыңыз мүмкін, немесе именно buy зона, sell зона көріп тұруыңыз мүмкін Smart Money бойынша, Просто мынау для подтверждения қосып алып, уже ары қарай бұл да бір подтверждение болып қалса, жақсы жұмыс жасайды. Мінекей, қарасаңыздар, бізде 15 минуттықта өте жақсы жүріс берген, 30 минуттықта бұл редко береді. Бізде мысалы қазір 24-ші 3-те шортты берген, содан бері қарай қараңыздар, өте жақсы жұмыс жасап келген, әлі бізде түйісіп, лонгқа подтверждение бермеген. Көрдіңіздер ма? Енді мынау қалай екеуі түйіседі, сосын кейін плюс шығады, лонгқа қарай уже ақырындап позиция қарап, сделка қарап кірсе болады. Все. Осы пока бұл MI кросс. Мына жерден индикатордан MI кросс немесе пересечение скользящих средних деп іздесеңіздер шығады.